Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Өте оңай панкейк жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін жылы сүтімізді 1 стакан, жұмыртқамызды, 4 ас қасықтай қантымызды, сұйық майымызды қосып алатын боламыз. Сұйық майдан чай қасықпен 4 қасықтай қоссаңыздар жетеді. Жақсылап бәрін біріктіріп алатын боламыз. Блинчиктің көмегімен 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Егер сіздерде үлкен стакан болса, 1 стакан, кішкентай болса 1,5 стакандай ұнымызды салып, өзі әдемі масса шыққанша блинчиктің көмегімен араластырамыз. Міне осындай болып түйіршік қалмайтындай осындай шығады. Енді қызып тұрған тапамызға пісіріп алатын боламыз. Тапамызды міндетті түрде қыздырып алыңыздар, сосын газдың астын басып қоясыздар. Жай отта пісіретін боламыз. Осындай етіп құя берсеңіздер болады, қалың болып кетпесін, жұқа етіп құйып алыңыздар. Астын сәл қарап тұрсаңыздар болады, күйіп кетпесін, газдың астын басып қойыңыздар. Осындай сап-сары болып шығады біздің панкейктеріміз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Таңға асқа жасасаңыздар өте тез, оңай жасалады. Қолжетімді заттармен ғана, тек жұмыртқа, сүт болса болды. Осылай пісіріп аласыздар. Өзі тез піседі әрі. Беті көпіршиді, сол кезде піскенін білесіздер. Сосын бір шетіне қарай аударатын боламыз. Піседі, піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Сондықтан отты жай қойып қойсаңыздар, өзі пісіп шығады, өте жұмсақ болып шығады. Қатты тәтті қылудың қажет жоқ, қантты аздап жасасаңыздар, өзі нормасы болады. Осылай пісіріп аласыздар. Әрі тойымды болады. Балдарыңызға ұнайды деген үміттемін. Осылай жасап көрсеңіздер, үстінен шоколад немесе вареный сгущенка, мед, бал, осылай сәндесеңіздер де болады. Дәмі керемет болады. Мен де осындай қазақстан шоколадын пайдаландым. Балаларым өте жақсы көреді шоколадпен. Сондықтан осылай пайдаландым. Ертіп алдым, пакетке салып, осылай үстінен сәндеп шықтым. Міне өте тез жасалады, әрі дәмі де керемет болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Каналыма қосылып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын, рахмет.